Сәлем достар, базардан алған заттармен бөлсем, мынандай 100 метр лентаны 2,5 мың теңгеге алдым. Классический шалбар бағаларына. Және де осындай липучка, паутинка, бұл тоже классический шалбарға керек бізге 5 теңгеден алдым. Келесі 4 жіп алдым, осындай дәулерін 5 теңгеден, маған оверлокқа керек. Және одна строчка керек. И бір ақ жіп алдым, тоже 5 теңгеден. Резинкалар юбканың, шалбардың белдігіне кетеді. Біреуі 4,5 сантиметрлік, 3,5 сантиметрлік. Олар 600 теңгеден, и 1,5 сантиметрлігі 5 теңгеден. Келесі ательеге алған заттарым, ол чепчиктер, осы екеуі. Мына коробкадағы новинкасын пайдаланып көрейін дедім. Ол 5 теңгеден, и мынау 400 теңгеден. Жіп орайтын шпулькалар 10 штук 500 теңгеден. Жіптер, инелер тоже 5 теңгеден, біреуі 90-дық, біреуі 70-дік. 90-дықты универсальный деп алдым, 70-ді жіңішке маталарға деп алдым. Инелер көп сына береді, сол үшін артық етпейді. Осыларды да алып қойдым. Және біз көрпелер тігеміз, пододеяльник тігеміз. Мынау төр көрпенің тысына арналған замоктар алдым, 3. Және мына пододеяльникке осындай бегуногымен замок алдым, 2. И бір кофтаның замогын ауыстыру керек болатын, соған көк түсті осындай алдым. Ал енді менің бүкіл алған заттарыма базардан бар жоғы 8 мың теңге төлеп алдым. Ең керекті болып тұрған заттарымды алдым. Келесі жолы енді тағы да керектерімді алуға тырысамын. Лайк басып кетіңдер.